Баяғы бір заманда бір қария өмір сүріпті. Оның ұлы болыпты. Олар кішкентай ескі үйде кедей болып өмір сүреді. Күндерде қарттың өлетін уақытысы жетеді. Ол ұлын шақырып былай дейді: саған кебісімнен басқа қалдыратын мұрам жоқ. Қайда барсаң да оны өзіңмен бірге алып жүр. Бір қажетіңе жарар деп, әкесі қайтыс болады. Енді жігіт жалғыз өзі қалады. Ол 15-16 жаста еді. Ол бақытын іздеп, жер жүзін аралауға шешім қабылдайды. Үйден шықпас бұрын әкесінің сөзін есіне алып, сөмкесіне кебісін салып, өзі жалаң аяқ жаяу жүріп кетеді. Біраз жол жүргеннен кейін қатты шаршайды. Тоқта, кебісімді киіп алсам қайтеді деп ойлайды. Кебісін кигені сол-ақ екен, шаршағаны басыла кетеді. Кебіс өзі жүріп бара жатқандай болады. Тіпті көңілді әуен ойнай бастайды. Жігіттің көңілі көтеріліп, қуанып, ән салып кетеді. Осы кезде алдынан бір адам шығады. Ол жігіттің оңай және көңілді келе жатқанын қызғанышпен қарап тұрады. Бас пия кебісінде шығар деп ойлайды ол. Мен одан осы аяқ киімді сатуын сұрайын. Екеуі де демалуға бір жерге келіп тоқтайды. Ол адам былай дейді: маған осы аяқ киіміңді сат, мен саған бір қап алтын берейін. Жақсы, дейді жігіт, және оған аяқ киімін сатады. Бұл адам кебісті кигені сол-ақ екен, өзінен өзі жүре береді. Тоқтайын десе аяғы көнбейді. Ол алпырмен бір бұтадан ұстап, кебісін шешіп тастайды. Ойлайды, бұл жерде бір гәп бар. Аяқ киім сиқырлы болып шықты. Тезірек құтылуым керек. Әлі кетіп үлгермеген жігітке жүгіріп келіп айқайлайды: аяқ киіміңді кері ал, ол сиқырлы екен деп, аяқ киімді лақтыра сала қаша жөнеледі. Жігіт артынан айқайлайды: тоқта, сен алтыныңды алуды ұмыттың. Бірақ ол қорқыныштан ештеме естімеді. Жігіт аяқ киімді киіп, әндетіп бір қалаға жетеді. Ол кемпір тұрған кішкентай үйге кіріп сұрайды: сіздің қалаңызда жағдай қалай, әжей деп? Жаман деп жауап береді кемпір. Біздің ханымның ұлы қайтыс болды. Содан бері 15 жыл өтті. Бірақ бүкіл қала аза тұтуда. Күлуге де, ән айтуға да болмайды. Ханның өзі ешкіммен сөйлескісі келмейді, және оның көңілін ешкім көтере алмайды дейді. Бұл мәселе емес, дейді жігіт. Ханның көңілін көтеру керек, оның қайғысын сейілту керек. Мен оның алдына барайын. Байқап көр, балам, дейді кемпір. Тек қан уәзірі сені қаладан қуып шықпаса болды. Жігіт көшемен хан сарайына қарай жүреді. Ол билеп, ән айтып келе жатады. Аяқ киімі көңілді әуен орындап келеді. Адамдар оған қарап, мұндай көңілді адам қайдан келген деп таң қалады. Патша сарайына жақындайды. Қолына қылыш ұстаған, атқа мінген уәзір жолын бөгейді. Айта кету керек, ол уәзір ханның қайғы жұтып өлуін күтіп жүрген еді. Өзі патшаның орнын басып, қызына үйленбек ойы бар еді. Уәзір жігітті тарпа бас салады: біздің қаланың аза тұтып жатқанын білмейсің бе? Сен неге әндетіп жүресің деп. Оны қаладан қуып жібереді. Жігіт таста отырып ойланады: уәзірдің мені қуып жібергені қиын емес. Мен тағы да ханға барып, оның уайымын, қайғысын сейілтіп көрейін. Тағы да ол қалаға әуенмен, әзілмен кіріп келеді. Тағы да оны уәзір қуып жібереді. Жігіт өзіне былай дейді: мені қан емес уәзір қуып жіберді ғой. Маған ханның өзіне кіру керек. Үшінші рет ол ханға барады. Әуенмен, әзілмен ол хан сарайының қақпасына келеді. Бұл жолы оның жолы болады. Хан кіре берісте отыр екен.
Қан шуды естігеннен кейін қақпаның арғы жағында не болып жатқанын уәзірлерден сұрайды. Мұнда бір адам жүр, ән айтады, әзіл айтады, билейді, халықтың көңілін көтереді дейді. Хан оны сарайға шақырады. Хан барлық қала тұрғындарын алаңға жиналуын бұйырады. Оларға айтады, енді бұлай өмір сүре алмаймыз, қайғыны доғарамыз. Осы кезде уәзір алаңға шығып былай дейді: бұл бала нағыз алаяқ өзі. Оны қаладан қуу керек. Ол өзі билемейді, әуен де айтпайды. Оның бәрін істейтін оның кебісі, ол сиқырлы дейді. Оған хан былай деп жауап береді: егер олай болса, кебісті киіп бізге билеп бер. Уәзір аяқ киімді киіп билегісі келеді, бірақ аяғы тыңдамайды. Бір аяғын көтерсе, екінші аяғы жерге жабысып қалады. Халық уәзірді әбден мазақтап күледі, ал хан оны қуып жібереді. Ал көңілін көтерген жігітті хан сарайына қалдырып, оған қызын береді. Хан қайтыс болғанда оны өзі билеуші етіп сайлайды.